Бисмиллахир-рахманир-рахим. Салату вассаламу аля расулилля. Робби ишрахли садри ва яссирли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Рамазан айы келді. Рамазан айы бұл бізге бүкіл исламның бүкіл байлығымен, бүкіл құндылығымен бізге жүрегімізге исламды ашатын ай. Рамазан айы. Во всех прекрасах деп орысша сөз бар айтатын. Яғни Рамазан айында исламның бүкіл әдемілігін, исламның бүкіл жақсылығын, нығметтерін сезінетін ай. Исламның бүкіл. Қандай исламда бізде бұйырылған нәрселер бар? Бізде Рамазан сол нәрсені бүкіл отбасымызбен бірге сезінуге көмектеседі. Сондықтан да Рамазан ол тек қана маған ғана қатысты құлшылық емес, ол бүкіл отбасыма қатысты, қауымыма қатысты, еліме қатысты, бүкіл жаңағы мұсылман қауым болсын, бүкіл елге қатысты Рамазан құлшылық. Рамазан айында тек қана өзің қарабасыңды ойлап ораза ұстап жүр деген нәрсе айтылмайды. Сондықтан да Рамазан айында біз міндетті түрде оған жаңағы отбасымызбен Рамазанды сезіну үшін жоспар құрып, сол Рамазанды солай өткізуімізге тырысуымыз керек. Мысалы, намаз оқысақ біз тек өзіміз ғана оқимыз намазымызды. Құран оқысақ өзіміз ғана. Бірақ Рамазанда міндетті түрде отбасымен байланыс болады. Біз оны тіпті қаламасақ та байланысып кетеміз. Енді осы Рамазанда отбасымен байланыс не үшін маңызды? Рамазан айы сіздің отбасындағы балаларыңыз, жұбайыңыз, осы үйіміздің аурасына, атмосферасына исламды көрсету, исламды сіңіру, олардың жүрегіне Аллаға деген махаббатты ұялату, исламмен өмір сүрудің бақытын көрсету айы. Сіз таң сәресіге тұрасыз, тамақ дайындайсыз, үйіңіздегі бала шағаларыңыз ораза ұстайды, күйеуіңіз ораза ұстайды. Содан бастап сіздің не істейсіз? Балаларыңыздың барлығыңыз Рамазанның болып жатқанын біледі. Сіздің аузыңыз берік екенін, өздері ұстамаса да, сіздің аузыңыз берік екенін біледі. Бұл ислам екенін біледі. Сондықтан да Рамазанды біз міндетті түрде тек қара өзіміз ораза ұстап жүрсек болды деп қана өткізбей, отбасымызбен бірге жоспарлар құрып, отбасымызбен өткізуіміз керек. Енді осы нақты нелерге көшетін болсақ, Рамазан бұл отбасы мүшелерін жақындастыратын ай. Отбасы бұл бала тәрбиесі деп айтамыз ғой, бала тәрбиесі сөзбен, ұрсумен, жекумен, ұрумен тәрбиеленбейді. Бала тәрбиесі отбасындағы аурамен, отбасы мүшелерінің қарым-қатынасымен және отбасылық дәстүрлермен тәрбиеленеді. Міне, Рамазан айында сіз Рамазан айы келе жатқан кезде не істейсіз? Ой, Рамазан айы келе жатыр, ораза келе жатыр, дайындаласыз. Бала нені біледі? Бір құнды, бір Алла үшін сондай бір маңызды нәрсе келе жатқанын түсінеді. Сосын барып үйіңізді сәндейсіз, одан кейін оразаны олар енді кез келген ол не ол деп сұрақ қояды ғой, егер білмесе. Отбасы мүшелерінде Алла тағаламен ең алғашқы таныстыру осы оразада болады. Кішкентай жаңадан тіл шығып келе жатқан бала болса да, мысалы 4-5 жастағы бала болса да, Рамазан келатыр дейді да, Рамазанның не екенін білгісі келеді. Не ол анашым деп, сол кезде біз оған бірден ораза ұстау деп қана айтпаймыз ғой. Біз не дейміз? Бізді Алла тағала жаратқан. Алла тағала бізге бүкіл нығметтерді берген. Міне осы айда Алла қасиетті ай қылып, әрбір сәті сауапқа толы, сондай бір керемет ай келе жатыр. Біз осы айда ораза ұстаймыз. Ораза ұстаған адамға осындай сауап беріледі деген сияқты. Көрдіңіз бе? Міне сіз ең алғашқы балаңызды исламмен таныстыруыңыз осы Рамазан айында басталады. Басқа айларда сізге бұлай онша қатты бір интерес қылмауы мүмкін, бірақ Рамазан айында бұл бүкіл отбасы мүшелерінің, және де Рамазан айында ауызашарлар бересіз, қонақтар шақырасыз, одан кейін күндіз түні Құран оқисыз, жақсылықтар жасайсыз. Міне осының барлығы отбасы бала шағаларға тікелей олардың несінде болады, бақылауында болады, көз алдында өтеді. Мысалы, бір жылдары мен былай істейтінмін, Рамазан айы келген кезде көп мындай ыдыстарға құрма, жаңағыдай нелерді салып, Рамазан айы құтты болсын деп балаларыма беріп жіберетінмін. Олар есіктерді қағып, көршілерге таратып шығатын. Сонда балалар уже жүрегімен нені сезіне бастайды? Бұл айда адамдарға жақсылық жасау керек екен. Жалпы ислам адамдарға жақсылық жасайтын мейірім діні екен. Ислам осындай екен деген сезімді ұялатады. Неге Рамазан айында біз сауапты үміт етіп,
көп сауап алайық деп сондай жақсылықтар жасаймыз, бірақ Алла тағала бізге сол арқылы исламның бүкіл әдемілігін сезінуімізді көрсетеді. Басқа кезде мүмкін жаңа аз жасап алсақ, Рамазанда көбірек жасаймыз. Сол кезде біз біздің отбасымызда кәдімгі исламның не екенін не байланысты түсінік қалыптасады. Рамазан кезінде отбасы мүшелері не істейді? Бірге ауыз ашады. Ауыз ашар сәтінде баяғы кішкентай кезінде үлкен кісілер, Рамазан, ораза деген нәрселерді білмесе де, үйіндегі үлкен кісілердің таңертең сәресінде тұрып тамақ ішіп жатқанын, соған әйтеуір мен де тұруым керек деп жанталасып, мен де бірдемеден құра алғандай сәресіне тұрып алып, кішкентай балалар, сол сәттер естерінде қалып қояды. Және кешкі сәтте ауыз ашқан сәттер. Ауыз ашарда барлық дәмділерді қойып, ауыз ашып, бірге ауыз ашып жатқан сәт, бұл бәрібір баланың отбасымен бірге болып, бақытты сәттерін сезіндіреді. Ол тек қана бала емес, жалпы отбасы мүшелерінің берекесін кіргізеді. Сондықтан да және ауыз ашар болатын кезде балаға түсінік қалыптастыру. Міне қазір Рамазан айы келе жатыр. Ауыз ашар болайын деп жатыр. Қазір сен мысалы ораза ұстағанға адамға ауыз аштырсаң, көп сауап аласың деп мысалы балаға түсіндіріп қойсақ, ол да бірге ауыз ашарды дайындауға тырысады. Біріншіден ол бұл нәрсенің Аллаға ұнайтын нәрсе екенін түсінеді. Екіншіден жақсылық жасауға деген жүрегінде ықылас пайда болады. Одан кейін бірге намаз оқу. Мысалы Рамазан айында тарауих намаз оқимыз. Сол кезде мысалы егер мешітке бармаған болса, отбасында мысалы әкесі имам болып деген сияқты бүкілі бірге намаз оқи алмаса да, кішкентай болса да, келіңдер бірге намаз оқимыз деп намазға баулуға болады. Бұл сүннет амал болғаннан кейін бәрі бірге тұрып, ойнап жүгіріп жүрсе де, баланың жүрегінде намазға деген махаббат оянады. Және де балалармен Құран оқу, Құран үйрету, балаларға сол бірге отырып. Сіз өзіңіз хатым тек қана өзіңіз жасамай, ал балалар келіңдер бірге Құран оқимыз деп отырғызып қойып, олар егер Құран оқи алатын болса бірге оқытып, болмаса сіз дауыстап оқып, олардың тыңдатып деген сияқты, хотя бы бір бет парағым болса да, оларға тыңдатып, солай оларды сезіндіруіміз керек. Жаңа исламның дәмін. Біз көбіне исламның дәмін қалай сезіндіреміз? Болмайды саған, күнә болады ол. Болмайды, тозаққа түсесің. Намаз оқымайсың ба? Құран оқымайсың ба? Біз көбінде осындай тонмен оларға исламды түсіндірген боламыз. Бірақ ол негізі исламды түсіндірген болып есептелмейді. Керісінше, мынау не өзі мені қысып жатыр, мені бір жаңағы шектеп жатыр деген сияқты баланың түсінігіне ол бір жағымсыз әсер қалдырады. Ал керісінше біз Рамазан айында біз сол нені бақыттың бір аурасын таратуымыз керек. Келіңдер бірге оқиық, бірге істейік, бірге жаңағы ауыз ашайық деген сияқты. Соның барлығы да оларда бір құлшылыққа деген ықыласын, махаббатын жылдап сіз әр Рамазанда оның жүрегіне ұялата бересіз. Сонда бір уақытта өзі келеді, өзі де мен де ораза ұстайын, мен де намаз оқиын деген неге келеді. Сонда мысалы Құранды оқу, Құранды үйрету. Сіз Рамазан айында көп Құран ашасыз ғой. Сол кезде отырып бірге, басқа айларда да негізі ашуыңыз керек қой. Сонда осы айда егер балаңызды үйретіп алсаңыз, ары қарай да уже бала Құранды іздеп тұратын болады, бірге оқуды. Мысалы осындай менің практикамда болды. Күніге кешке Құран сағатын қойып қоятынбыз балалармен. Сонда Құран сағатында бәріміз жиналамыз да Құран оқимыз. Күніге сол әдетті. Күні сол уақыт келеді, сол әдет істейміз жаңағы. Мүлк сүресін оқимыз, одан кейін балалардың өздерін жаттап жүрген сүре. Күнде. Сонда бір күн енді болмай қалса, балалар іздейтін болды өздері. Анашым, Құран сағаты қайда? Құран сағаты болмай ма? Құран сағаты болмай, Құран оқиықшы деп. Ана кішкентай жүгіріп жүрген 5-6 жастағы балам жүгіріп жүреді, ол оқымайды ғой енді, бірақ жүгіріп жүрсе, анашым, мен Құран үйренейінші, мен де оқиыншы, мен де үйренгім келеді, мен де оқығым келеді деп өзі ықылас білдіріп, өзі үйреніп алды Құранды. Не үшін? Мен оған Құран оқы деген жоқпын, Құранды үйрен деген жоқпын, бірақ ана күнделікті бірге бәріміз енді балалар оқи алатын балалар оқып жатқанда ана қатты қызығады. Көрдіңіз бе? Бәрі оқып жатыр, мен неге оқымаймын деген сияқты қызығушылық пайда болады. Сонда балалардың жүрегіне Құран осы отбасылық дәстүрлер арқылы, осы отбасымен бірге істеген амалдар арқылы жүрегіне сіңеді. Оның ниеті сол арқылы пайда болады екен. Құранға деген махаббат пайда болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да міне Рамазан бізге осыған мүмкіншілік ашады. Қараңызшы, сіз қиналмасаңыз да, қалай істеймін деп ми қатырмасаңыз да болады. Алла тағала сізге бір айды беріп қойған, балаларыңыздың барлығын, отбасыңызды неге? Исламға баулуға. Біз бәріміз енді балаларымыздың Құран оққанын қалаймыз, намаз оққанын қалаймыз. Және де ең күшті абзал амал осы Рамазан айында балаларымызға әріп үйретіп, Құран үйрету. Мүмкін болса, егер жас келіп қалса, сіз уже жайлап Құранға түсіріп жіберуіңізге болады.
білесің ба, бұл айда Құран үйренсең бір әрпіне мысалы басқа кезде 10 сауап болса, бұл айда көп сауап болады деп. Мысалы, иә, балаларды сондай бір жақсы бір махаббатпен өзіңізге де сауап болады, балаларға да сауап болады. Және одан кейінгі әрине қайырымдылық жасау, жаңағы айтқан әртүрлі нәрселер жасасақ болады. Мысалы, көршілеріңіз бар ма, көршілеріңізге кешкі ауызашар уақытында мындай су мен құрма таратыңыз, немесе әдемі бір тамақ пісірсеңіз, соны беріп жіберіңіз деген сияқты, иә. Балалармен бірге жасау. Мысалы, бұрын мен былай істейтінмін, садақа қорапшасы деген болады, садақа қорапшасын жасап қоятын үйге. Сосын барып, осы балаларға садақаның маңызын үйретіп, кейде Африкадағы қарны ашып жүрген, жаңағы Африкада қиналып жүрген балалар бар ғой, солардың видеоларын, сондайларын көрсететін. Сонда біз осылай садақа беретін болсақ, Алла тағала міне осындай қиналып жүрген адамдар бар, Алла өлшеусіз сауаптан береді деген сияқты, иә. Сонда балалар өздері садақасын соған салып отыратын. Сонда бір күн болды, сөйтіп жаңағы өздерінің копилкалары болады, жинап жүрген. Сонда мен оларға осы Африкада қиналып жүрген балалардың видеосын көрсетемін ғой. Сөйтсем, жаңағы ол кезде екінші ұлым кішкентай, бір 7-8 жаста ма, 10 жаста ма білмеймін, бірақ жинап жүрген копилкада біраз ақшасы болатын. Сонда маған соны әкеліп, мынаның бәрін жаңағы Африкадағы балаларға апарып беріңізші деп, соның бәрін бүкіл копилкадағы ақшасын беріп жатыр да. Яғни балалардың жүрегі таза, олар таза нәрсені жақсы қабылдайды. Мейірім, махаббат, жақсылық жасау деген нәрсені олар өте жақсы қабылдайды. Біз тек сол нәрсенің дәнін вовремя, яғни уақытылы егіп үлгеруіміз керек. Ал біз оны егер уақытылы егіп үлгермесек, біз не? Біраз уақыттан кейін жүрек қатайып кеткеннен кейін оған айтқан кезде ол әсер етпей қалады. Жалпы осы Рамазан айында тағы да қандай ізгі амалдар жасасақ болады балалармен, отбасымен бірге, мысалы отбасылық дәстүр қалыптастыру. Әр Рамазанда мысалы егер балаларыңыз үлкен болса, бірігіп хатым дұғасын жасап отыру, мысалы әкесі, анасы бәрі бірігіп бір хатым дұғасын, және сол нәрсеге бір керемет дастархан жайып, немесе бір кафеге барып деген сияқты атап өтуді, сол нәрсені. Сонда отбасында балалар үшін Рамазан үлкен бір бақытты сәт болып қалады. Мысалы, біз қазір жетімдер үйіне бүгін міне бізде шара болғалы жатыр. Неге жетімдер үйіне әр Рамазанда кеш жасаймыз? Ол жердегі мақсат балалар тойдыру емес, балаларға тамақ беру емес, балаларға бір сыйлық тарату емес. Шыны керек та. Бұл балаларға осы, олардың отбасы жоқ қой, отбасында оларда мысалы әке шешесінен көріп жаңағыдай нәрселерді ететіндей. Олардың балалық шағында Рамазан деген түсініп қалсыншы деген. Рамазан деген не? Әр Рамазанда осындай мереке болатын еді ғой. Мысалы, біз кішкентай кезімізде елка, шырша деген нәрсе есімізде қатты қалып қойған. Біз не деп айтамыз? Ой, сондай жаңағы шыршада әдемі киінген киімдеріміз, ол жерде біздің ішкен жегеніміз есімізде қалмайды, не жегеніміз де есімізде болмауы мүмкін. Бірақ ана әдемі киінгеніміз, ана жаңағы сыйлық бергені, сондай жақсы бір махаббат, жақсы бір ата-анаңмен қол ұстасып барғаның бір күшті сәт болып есіңде қалып қояды. Ол баланың жүрегіне бір сондай бір жылулық алып келеді. Сол сияқты Рамазан деген кезде олардың жүрегінде осындай бір махаббат, сондай бір жылулық, сондай бір бақытты сәті есіне қалу керек та. Міне сол нәрсені қалыптастыру. Және біз егер оны жетімдер балаларға жасап жатырмыз ғой, бірақ сіздің үйіңізде сол атмосфера бар ма деген сұрақ болу керек та. Менің үйімде сол атмосфера бар ма? Рамазан келген беттен сол атмосфераны біз істеуіміз керек, шығаруымыз керек, қоюымыз керек. Ол тек Рамазанға ғана қатысты емес. Мысалы, жұма келді ма, балаларыңызға сыйлық жасап тұру. Әр отбасыңызға бір әдемі нәрсе пісіріп, уже бала нені сезінеді? Отбасылық дәстүр және құндылық деген нәрсені түсінеді. Құндылық дегеніміз не? Құндылық әрбір адамда болған кезде, адам өзінің бойында қаншалықты құндылық бар, соншалықты өзін құнды сезінеді. Ал егер сіз балаңызға құндылықтар сіңірмесеңіз, ол өзін құнсыз сезінеді. Құндылық осы бала отбасылық кезеңнен басталады. Сіздің мынау жаңағы айтқан бақытты сәттеріңіз баланың ішінде құндылық болып қалыптасады. Сіз айтасыз, міне жұма күні сайын сыйлық бересіз, жұма ол үшін құндылық болып есептеледі. Ол жұма күні бір жақсылық жасағысы келіп тұрады, жұма күні қуаныш болады ода, жұма күні жұма намазға бару керек болып тұрады оған, сондай бір жүрегінде қалыптасады. Сол сияқты Рамазанда оның бойында құндылық болып қалыптасу керек. Оның сол Рамазанда сіз оған қаншалықты Рамазанға көңіл бөлесіз, соншалықты Рамазан ол үшін құнды болады. Ал егер Рамазан қалай болса солай аузы бекіте салдыңыз, ұйықтап кешке дейін жатып телефон шығып ауыз аштыңыз. Егер Рамазан солай өтіп жатқан болса, сізде балаңыз үшін де сондай құндылық болып қалыптасады. Яғни ол
қатты маңызды емес. Біз ойлаймыз, бүйтпейсің ба, сөйтпейсің ба, бүйтпейсің ба деген сөзбен тәрбиелейміз. Жоқ, сіз арқылы ол құндылықты сіңіреді. Сіз қаншалықты Рамазанда өзгеріп жатсыз. Сіз қаншалықты Рамазанда Құран оқып жатсыз. Сіз қаншалықты Рамазанды құлшылықтарыңызды одан сайын жоғары көтеріп жатсыз. Бала сол арқылы Рамазанды сіңіреді жүрекпен. Мүмкін қазір істемеуі мүмкін, бірақ міндетті түрде ол ата-анасының сол әрекеттерін қайталайды кейін. Не арқылы? Ол махаббат арқылы қайталайды. Еліктеу, қорыққаннан мамам айтпас, мамам істе деп айтты, папам істе деп айтты деген емес. Жүректен шығады. Сондықтан мен Рамазанның атмосферасын үйде жасап жатырмын ба деген сұрақ қоюым керек та өзіме. Және балаларға өздеріне мысалы Құранды, егер ол Құран оқи алатын болса, мысалы күніне бір бет Құран оқып бітті ма, кел бәріміз Құран сағатында бірге оқиық. Сен бір бетіңді оқы, мен мына қатынымды оқиын. Жамағатпен істелінген нәрсе өте жеңіл болады. Мысалы Рамазанда ұстаған ораза неге жеңіл? Басқа кезде нәпіл ұстасаң, ондай қатты жеңіл болмайды, Неге Рамазанда жеңіл? Өйткені сен бүкіл үйіңде аузы берік, бәрі аузы берік, жамағатпен бір күшті болады. Сонда балаларымызға да, енді осы жерде ораза, кішкентай балдарға ораза ұстатуға бола ма? Осы сұраққа келейік. Күштеп ұстатпаймыз ғой, бірақ баланы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кішкентай балдарға ораза ұстаңдар деп, мысалы, ораза ұстатуға тырысқан. Неге? Ол кішкентай кезінен бастап өзінің жаңағы нәпсісін тыюға тырысқан бала, ол болашақта мықты тұлға болып өседі. Мысалы, бірінші түске дейін ораза ұстату. Кешке дейін емес. Мысалы, бір 6-7 жастағы балама, давай сен түске дейін ұстап үйрен. Бала өзін контроль жасауды үйренеді. Кішкене уже таңы түс болды ма, сағат уже түс кезінде бала шыдай алмайды ғой. Ол болды, онда енді сен осы кезде аузыңды аша қой. Бірақ түске дейін суда ештеңе де ішпей жүреді. Не істейді ол? Жайлап өз-өзін бақылауға, өз-өзін ұстауға, өзін тәрбиелей бастайды. Сосын барып келесі жылы сәл түске дейін деген сияқты, Және соның арасында мотивациялар беріп тұру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай балалардың барлығымен бірге жаңағы ораза ұстап, бірге ауыз аштырып, сондай істеген екен. Сонда негізі қазіргі не бойынша психологтар дәлелдеген, мысалы бір баланың алдына тәттіні қойып қойса, айтады ғой, бір 5 минут ішінде қолыңды созба, мен келен деп. Егер бала соған до конца созбай отырса дейді, сол балалар жетістікке жеткен дейді. Ораза тура сол сияқты балалардың өзіндегі сила волясын тәрбиелейді. Істегісі келіп тұр, бірақ өзін ұстау. Мысалы, кейін олар жасөспірімдік кезеңде неше түрлі оларға жаңағы нелер келеді ғой, азғырулар, мысалы, темекі шегу, бірдемен иіскейтін бірдемелері қазіргі шығып жатқан, пиво шу, арақ шу деген сияқты, мысалы, жаман жолдар тартқан кезде, егер ол кішкентай кезінен өзінің ұстамды, нәпсісін тәрбиелеп, өзін ұстамдылыққа тәрбиелеген болса, ол одан не істей алады? Өзін тыя алады. Харам екенін біліп тұрып, одан тыя алады. Ал егер кішкентай кезінен өзінің қалағанын істеп ішкен, жеген, ойбай саған бола, сен бүйтпесең қарның ашып қалады, сен бүйт. Бала соған үйренген болса, уже ол нәпсісін тыю оған қиын. Сондықтан да біз не істейміз, балаларымызды ораза ұстауға жайлап бейімдей беруімізге болады. Ал егер бала өзі қалап тұрса, жоқ, мен аузымды ашпаймын, анашым, сіздермен бірге ашам деп тұрса, онда оған қарсы болудың қажеті жоқ. Өйткені жалпы медицинаның өзі дәлелденген, адамның белгілі бір уақытта аш жүруі, ол керісінше асқазанға, денсаулыққа ол пайдалы. Және адамның миы да жақсырақ жұмыс істейді екен. Адам аш болып жүрген кезде. Тоқ болғанда өздеріңіз байқасаңыздар, ұйқы қысып, адамның ештеңе істегісі келмей жатқысы келіп тұрады. Сондықтан да бұл нәрсе бала тәрбиесінде баланың жаңағы ерік жігерін тәрбиелеуге, оның болашақта мысалы жетістіктерге жетуде шыдамды, ұстамды болуына өте күшті әсерін береді. Бұл нәрсе Құранға байланысты. Балаларымызды Құранға қалай үйретеміз? Құранға қалай махаббатын ашамыз? Осы сұраққа келейік. Енді жаңа айтып кеттім, осы Рамазан айында Құранды осы әріптерін Рамазан айында үйретуге тырысу. Құранға түсіріп жіберуге тырысу, Құранды үйретуге тырысу. Енді балаға Құран тек қана оқы, үйрен деумен келмейді. Біріншіден, жаңа отбасылық күнделікті оқитын Құраныңыз бар ғой, сол баланың жүрегінде Құранға деген махаббатты ұялатады. Және екінші нәрсе, анасының оған Құран үйретуі, ең алғаш Құранға деген махаббатын ашуы, ол өте маңызды. Себебі бала анасын қатты жақсы көргендіктен, ол анасының
жақсы көріп үйреткен нәрсесін қатты жақсы көреді екен. Мысалы анамыз мектепте сабақ оқыған кезде анасы қасында отырып оқытса, біз ол білетін мектепте мына сабақ оқудың маңызды нәрсе екен ғой дейді. Өйткені анам менің қасында отырып оқытып жатыр, значит, бұл маңызды нәрсе дейді. Ол өмір бойы сол маңызды қылып көреді. Ал егер біз Құранды бүйтіп, оқысайшы, анаған бере саламыз, мынаған бере саламыз, онда бала үшін ол Құран маңызды емес нәрсе болып көрінеді. Әйтеуір ана оқы деп жатыр ғой деген сияқты бір. Әйтеуір для галочки деп айтамыз ғой тек. Ал сіз оны махаббатпен үйретіп, қанекей бүгін кешегі оқыған Құранымызды бүгін қайталайық. Тұрақты түрде сұрап, тұрақты түрде онымен бірге оқып, үйреніп сөйтіп жүрсеңіз, бұл мынау өте маңызды нәрсе екен. Көрдіңіз бе? Құндылық сіз арқылы сіңеді. Құран оған құндылық болып қалыптасады. Және де Құранды үйреткен кезде біздің ұстанатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның техникасы аз-аздан тұрақтылықты ұстану. Аз-аздан тұрақтылықты ұстану дегеніміз не? Біз не істейміз? Bir күн үйретіп, мынанша сүрелерді ойбай жаттап, бір одан кейін тастап қоямыз, біраз уақыттан кейін қайтадан. Оған бала әдет қалыптастырмайды. Әдет қалыптастыру. Мысалы, күніне сіз егер Құран жаттатып жүрген болсаңыз, күніне бір-ақ аяттан жаттатыңыз. Бір-ақ аяттан. Бірақ күнде жаттатыңыз. Күнде. Құранды жаттайды, ертеңінде сұрайсыз, тағы бір аят қосасыз. Ертеңінде тағы бір аят қосасыз. Сонда аз-аз, ол қиналмайды ғой аз болғаннан кейін. Дейді, ойнап отырып уақыт тез айтып бере қояды. Сосын ойнап кетеді. Келесі күні тура сол нәрсе қалыптасқанда адамға осы аз-аздан тұрақты болған нәрсе әдет болып сіңгені соншалық адам уже өзі іздеп тұратын жағдайға жетеді екен. Ана бір кісі айтқан екен, Құран маған наркотик сияқты деп жаңағы іздеп тұрам уже, Құран көп оқымасам менде уже не басталады деген сияқты. Сонда адамға әдет қалыптасқан кезде адам ішінен Құранды іздеп тұрады. Уже жүректен іздеп тұрады Құранды. Көрдіңіз бе? Адамға жүрегіне сіңеді махаббат арқылы. Ал енді оны ұрсып, ұрып үйреткен кезде керісінше Құраннан алыстап кетуі әбден мүмкін. Рамазан айында балаларға, әсіресе балаларға біз исламды үйретуді бастаймыз деп айттым ғой. Сонда осы Рамазан айында бізде дұға қабыл болатын уақыт көп. Мысалы, ауызашар сәттегі дұғалар қабыл болады, ораза ұстаушының дұғалары қабыл болады, жаңағы тахаджуд намазын оқимыз, сол кезде дұғалар қабыл болады деген сияқты. Сонда балаға осы Рамазан айында қатты жақындастыратын нәрсе, ал қанекей ораза ұстаған адамның дұғасы қабыл. Оразада ауыз ашатын сәтте дұға етейік деп балалармен бірге көп дұға жасау. Ең алғашқы баланың негізі құлшылығы ол намазда емес, Құранда емес, ол дұға. Бала дұға арқылы Раббысын таниды. Дұғасы қабыл болған сайын Раббысымен жақындайды. Және біз оған соны сездіріп отыруымыз керек. Көрдің бе, сен кеше дұға етіп едің, қабыл болды. Көрдің бе, мен дұға жасап едім, мынандай болды деген сияқты. Сонда бір қиын сәт болып қалса, кәне дұға жасап жіберейік. Үйден шығып бара жатырмыз, кәне дұғамызды айтып шығайық. Сен дұғаңды айтып шықтың ба, көрдің бе, жаңа біздің жолымыз ашық болды. Мысалы, сол сияқты Рамазан айында көп дұға жасауға үйрету балаларды. Дұғаны көп жасап қыз. Мынандай жаңағы сіздің қызыңыз сияқты тіл шыққан жаңадан қыз бала болса да, оған дұға жасауды көп үйрету. Бала дұға арқылы Раббысын таниды негізі. Жүрегімен сезінеді және махаббаты оянады дұға арқылы. Мен балам кішкентай кезінде тілі жаңадан шыққанда 3 жаста. Құдайды Алла тағаланы сұра, дұға ет. Сосын кішкентай балалар шын жүректен дұға етеді, олардың дұғалары тез қабыл болады. Сонда жаңа ол кезде жер үйде тұрамыз да, YouTube көреді ғой, сонда YouTube ұстамай қалады сеть. Сонда ұстамай жатыр дейді, дұға ет. Аллахым YouTube ұстасыншы, сон қатты жаттап алған ғой, өзі өтірік көреді ғой енді. Ұстамай қалса, Аллахым YouTube ұстасыншы деп дұға қылады да, YouTube көрсетіп кетеді, содан көре береді. Өзі айта береді, өзі 3 жаста ма сондай. Сонда бір қайнағамның баласы келген, ол да тура сомен жаста, қайнымның 3 жастағы. Сөйтіп YouTube істемей қалады да, Аллахым дұға етіп, Аллахым YouTube істесінші дұға етіп. Ана түсінбей жатыр, не істеп жатыр деп. Алла, көрсетші YouTube'ты деп қояды. Ол біреу ойлап тұр, Алла деген біреу жаңа YouTube'ты көрсетпей жатыр екен деп ойлап ұрсып жатыр да. Күліп жатырмыз ғой, дұғаның не екенін түсінбей тұр ғой ол. Мен балам бірден автоматически дұға етіп жатыр да, оны анау не істеп жатыр деп түсінбей тұр да. Сөйтіп кез келген ситуацияда сөйтіп дұға етеді. Уже соған сіңіп қалды да, қазірдің өзіне уже бір неме болса дұға етеді. Сонда дұға арқылы ол білет құдіретті күштің бар екендігін, оған үнемі жәрдем беретінін, онымен бірге болатынын, және оны жақсы көретінін, оған қамқор, мейірімді екендігін. Балалардың тәрбиесінде жалпы енді исламға келетін болсақ, біз балаға ең бірінші Алла тағаланың оны жақсы көретінін, Алла тағаланың оны үнемі бақылап тұратынын, және де Алла тағала оған үнемі жәрдем беретінін, Алла қаламаса ештеме оған зиян тигізбейтінін үйретуіміз керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла деген кішкентай бала, кішкентай кезінде
Абдулла ибн Аббас болу керек, сонда түйесінің артына мінгестіріп алып кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз не дейді оған, айтады ғой, қайда болсаң да Алладан қорық дейді. Және біл дейді, бүкіл дүние жабылып саған бір жақсылық жасаймын десе, егер Алла қаламаса, ол жасай алмайды дейді. Және бүкіл дүние жабылып саған бір жамандық жасаймын десе, Алла қаламаса, жасай алмайды. Және Алладан ғана жәрдем сұра дейді. Алладан жәрдем сұра, ол саған жәрдем береді. Көрдіңіз бе? Яғни ол ең негізін үйретті балаға, ол үнемі Алла тағаланы сезуді, бүкіл жақсылықты, жамандықты, бүкіл нәрсе Алладан келетінін жүрегіне құйды. Бұл өте маңызды нәрсе болғандықтан. Ал біз Алла тағаланы танытатын кезде нені үйретеміз? Намаз оқысыш, Құран оқысыш, бүйтсіш, сөйтсіш, ананы істеме, күнә болады деген сияқты үйретеміз. Біз бірінші Алланың жаңағыдай, Алланың үнемі оған жәрдем беретінін үйретуіміз керек. Алла тағалада үнемі оны бақылап тұратынын үйретуіміз керек. Және де қандай нәрсе зиян тигізейін деп жатса да, Алла қаласа ғана зиян тигізетінін, Алла қаламаса зиян тигізбейтін. Басына бір қандай да бір нәрсе келді ме, значит бұл Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе екен. Сонда ол тағдырға деген жүрегінде бір сондай разылық пайда болады. Ол не болса соған күйіп пісіп, жылап еңіреп, жаңағы бірдемесі бірдеме болып қалса соған күйіп пісу деген нәрсе, одан не? Уже кішкентай кезінен бастап оның Алланың қалауымен болып жатқан білгеннен кейін сабырлық қалыптасады, эмоционалды интеллект қалыптасады. Сол кезден бастап. Көрдіңіз бе? Сондықтан да осы Рамазан айы біздің осы отбасымызбен, бала шағамызбен Алла тағаланы, Аллаға бірге жақындауды, исламның сондай бүкіл сұлулығын, исламның бүкіл жақсылығын балаларға танытатын және өзіміздің отбасымызға танытатын ай екен. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала осы алған ілімімізді екі дүниемізге қайырлы болуын нәсіп етсін. Отбасымызды сондай берекеге толған, Алла тағаланың сондай құлшылық ұясына айналдыра көрсін, я Раббым. Осы балаларымызды иманды, салиқалы, көркем мінезді, тақуа құлдарынан болуын нәсіп ете көр. Аллахым, осы әрбір оқыған Құранымызды жүрегімізге нұр қылып, балаларымызды Құран оқитын, Құран жаттайтын, қари хафиз құлдардан болуын, және өзіміздің де Құран оқитын, Құран жаттайтын, Құранмен жүретін, жүрегімізге Құранды жолбасшы етіп алатын құлдарының қатарынан болуымыз нәсіп ете көр. Алла тағала әрбір ісімізге хайырлы болған істерді нәсіп ете көр. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар. Амин.